Тамара Асар, сен осылай айта алмаған асарсың сен, Тамара Асарсың сен. Біздер қайта міне рисковать етіп, әлі де айтып жатыр, әлі де біз айтып жатыр құдайшылығымызды. Сен тек әніңді салда тынышына жүр. Ана бір аяғың бар ғой, Құдайға шүкір, протезің, соған ие бол, Құдайға рахмет айт саған соны берген. Сені Құдай аяп, сол бір аяғыңды қалдырды ғой. Ертең Құдайдың жазасына ұшырайсың, дыбысыңды шығарма, Тамара Асар. Тіпті тілімді кессең де бас кеспек жоқ, кескертіп қояй саған. Қайдағы саған депутат құрылтай саған. Халық үшін бір затты тұра алмаған адам ол жерге барудың қажет жоқ саған. Ол жерге барғанда не істейсің? Орындықты састасына ма, екеуің ана екі келіншек Ашамата екеуің орындықты састуға барасына ма, ана осырып ішіп жеп не жетпейді саған? Қыдыр шеш, одан да әніңді салда қыдыра бер. Ана фонограммамен ән айту бәрі де өтірік болды. Ақша төлейді де ауыздарын мына жерден келтіріп тығып тастайды. Сол ақшасы барлар өтті, ақшасы жоқтар қалды. Құрметті өнер жұлдыздары, айтыскер ақындар, әншілер, тележүргізушілер, журналистер, спортсмендер, жалпы танымал адамдар мен блогерлер, сіздер Қазақстанның дамуына үлкен үлес қосыңыздар. Сіздер алдағы болатын құрылтай сайлауына қатысудан бас тартыңыздар. Себебі сіздердің көлеңкелеріңізде мықты заңгерлер, мықты экономистер, мықты саясаткерлер көрінбей қалып жатыр. Сіздер мәселені жақсы көтеріп, ауыз толдырып айта алғанмен оның шешу түйінін, оның ар жағындағы есеп қисабын білмейсіздер. Оған жақсы саясаткерлер, математиктер, заңгерлер керек. Түсінесіздер ма? Бұлбұлдың төрі бақта, қыранның төрі көкте дейді. Қалаулыммен құрылтайды шатастырып жатқандарыңыз өте өкінішті. Сондықтан ауыз толтырып, көпініп айта беретіндерді көрдік. Айтамыз деп жүріп, әкіреңдеп жүріп, айыппұлды айдан бірақ шығарғандарды да көрдік. Сондықтан бізге мемлекетіміз, еліміз дамысын, өсіп, өнсін десеңіздер, тауық сойса да қасапшы сойсын деген қазақтың сөзі бар. Бұл тауық емес, бүткіл Қазақстанның тағдыры. Сондықтан әлі де болса кеш емес өз еріктеріңізбен бас тартып, қадымғы мықты саясатпен айналысып жүрген Асхат Аймағамбетов, Гүлдара Нұрымова, Мақсат Толықбай сияқты жақсы саясаткерлерге, өз ісінің мамандарына оны тек қана мәселені көтеріп емес, сол мәселенің түйінін шеше алатын алдағы адамдар керек бізге. Түсінесіздер ме? Көпініп айту әркімнің қолынан келеді. Әр қайсымыздың қолымызда телефон бар. Айтқышбектерден шаршадық. Бізге мәселені шешетін мықты саясаткерлер керек. Сондықтан құрылтайдан өз еріктеріңізбен бас тартуларыңызды сұраймыз, айналайындар. Бір жазып құрылтай деген ол жерде билердің соттарын жиналатын жер емес, экономистердің анау мынаудың орны деп. Дұрыс, экономистердің орындары жиналатын жері. Бірақ әділдік жоқ жерде экономика өспейді ешқашан. Әділдік қалай орнайды? Мына басы кетсе де әділдікті орнататын билерден құралады. Олар жай ғана заңды білген емес, ол экономист болу да керек. Заңды да жақсы білу керек. Жан-жақты азамат болу керек ол деген. Ол жерге бара салып бір шешім қабылдайтын жер емес. Ол жерде бүкіл елдің тағдыры шешілетін жер. Оны Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жақсы біліп отыр оны. Өйткені ол кісі өз интеллигенциядан шыққан, білімді дарындардың арасынан шыққан кісі ол кісі. Айналасына сондай адамдар жинау керек. Сонда бәрі дұрыс болады. Әділдік деген кезде басы кететін азаматтар болу керек. Ол жерге әнші сымақтар жинай беретін болсақ, сол баяғы 30 жылда мазан кеткірдің кейін тағы кешеміз. Өте қиын болады жағдай. 11 ғасырдан бері қарай қазақтың бас биі, майқы би, бүкіл түркі тілдес мемлекеттердің бас биі болған білесіңдер ме? Қазақтың биі. Сол кісінің аузына қарап отырған мына кісінің шешімін тыңдайық деп. Сондай елдің ұрпағымыз біз. Адасып аннан айтамыз. Сол қарынды аштап. Адасып жүреміз де өзіміздің тарихты оқымаймыз. Адам өзін өзі таныған кезде, мына адам жалпы дүниеге келеді ғой, сол кезде ғана дұрысталады. Өзін өзі танымайынша адами қасиеттен жұрдай болады. Мысалы, неге айтып отырмын? Атырау алқабынан шыққан Бөкен би деген бар. Басы кетсе де әділдікке тайынбайтын батыр кісі болған. Сол кісі біраз проблемаларды, мәселелерді шешкен ол кісі. Сонда Қыпшақ елінің бір азаматы қайтыс болады. Қамшысын сілтек бала деген, сол көзде бір
дау болады екен да, енді екі жақ дайындалған ғой, соғысамыз деп. Сол даудың басын қайтарған ғой бар. Сонда ана кісіге айтады, кінәлі болған кісіге. Қыпшақ елі 90 бауыл ел екенін білесің бе дейді. Білем дейді. Енді көп екен деп азаматын тағы сұраусыз қалдырмайды дейді. Сүйек құны бар ғой. Сөйтіп біраз тиісіп келеді да Қыпшақ еліне барады. Сен қанға қан, жанға жан деп бітіспес дау қалдырайын деп отырсың дейді. Ана ертең артынан өсіп келатқан баласы бар дейді. Туыстары бар ғой, жан жақты дегені ғой. Ертең қолына әскер жинап, әкем қайда деп іздемей ма дейді да. Алдыңа келеді ғой дейді да. Бітіспес дау дейді. Білгеніміз қайда қалды дейді да. Сөйтіп екі жақ туыстандырғанда бәрін достастырып, құнын төлеткізіп, даудың басы сүйіп шешіп кеткен. Сонда бір байдың баласы кеп атын жетектеп әкеп берген ғой енді. Өгіз мінбей ат мініңіз деп. Рахмет балам дейді. Бақытты бол деп батасын береді да, бірақ өгіз мініп жүргеннің мәнісін түсіндіреді. Неге осы сіз өгіз мініп жүресіз деген ғой. Арқаратып киім кимей, жарқыратып, киім кимей, арқаратып ат мінбей, көңілге тоқ болады деп өгіз мініп жүрем дейді. Өйткені мына байлық, алтын, пара көздің шелін құртады дейді. Жетім жесір мүсәпірлерді байқамай қалам дейді. Әділдікке мен бойсынбай қалам дейді да. Сол үшін көңілге тоқ болады деп өгіз мініп жүреді екен. Берген жаңағы рахметтерін берген сол жерге жоқ жітікке таратып жүріп кете береді екен ана кісіні. Ана кісіні кәдімгідей апталап күтеді екен әр ел. Атырау алқабынан шыққан Бөкен би деген. Солай қазақ елі. Тарихыңды зерттей берсең, көзің ашылады біраз нәрсеге. Баяғыда Назарбаев, Тоқаев жайлы жүйелер туралы әңгімені жыртып отқанбыз ғой. Мамам кіріп қалады да, анам. Не оттап отсыңдар дейді ғой. Не оттап отсыңдар дейді. Ана керегеде бір сена кітап болатын дейді. Соны оқыдың ба сен дейді ғой мамам. Баяғыда көшкен кезде сол кітапты көшірдік қой. 10 ба 15 мүшек кітап ана. Соның ішінде Кемел Тоқаев деген кісінің кітаптары бар. Мамам соны оққан екен. Түгел бәрін бірін қалдырмай оққан ғой. Сол кісінің баласы дейді Қасым-Жомарт Тоқаев. Мен мысалы білмейді екен ол кісінің әкесі сондай жазушы болған, детективтерін жазған. Мысалы оқымағандық осы білмейсің да. Мамам сөге тоқтатты да мені. Ол кісінің политикасы өте мықты дейді. Көзқарасы алысты бірден көреді ол кісі дейді. Білім дейді, білім бас дейді. Кітап оқиық айналайын ағайындар. Білім іздейік. Лапылдап, лап деп әр нәрсеге орала бермейік. Ізденейік, жан-жақты болайық. Сөзде бәрі түзеледі. Өзімізден бастайық негізі. Бір ғана құрылтайдан әнші спортсмендер керек емес. Рахмет айналайындар. Жақсы бизнесмендер, мықты заңды білетін азаматтар жиналсын ол жерге. Қазақстан дұрысталады сол кезде. Бірақ әділдік керек. Әділдік болмайынша біз дұрысталмаймыз. Сол баяғы сүйретіліп жүреміз. Жерді қазамызда 1 жыл жасап, аман болайық қазақ ел. Аймағанова Айжан деген прокурорды баршаңыз білесіздер ғой. Кезінде Қуандық Бишімбаевтың соты кезінде танымал болған, қазір өзінің блогын жүргізіп жүр. Енді бұл кісі депутаттыққа келіп жатыр екен. Мен қуандым. Неге дейсіздер ғой? Кеше ғана Тамара Асар ханым өнерін бағалаймын, бірақ мен саясаткер ретінде көрмеймін ол кісіні. Аша Матай, енді осы кісілер депутаттыққа келіп жатыр. Енді осы кісілер Айжан Аймағановамен тең бе? Айжан Аймағанова заң саласында, прокуратура саласында өзінің қызметінде жоғарғы жетістіктерге нәтиже көрсетіп жүрген прокурор ретінде, заңның қызметкері ретінде танымал. Ол кісі парламентке келіп заңды жазуға, оған өзінің үлесін қосса қисынға келеді да. Енді біздегі әншілер хит жазып алсын да, бірінші заң жазбақ түгілі. Осыдан бастау керек сияқты. Сондықтан кешіріңіздер, әндеріңізді тыңдаймын, бағалаймын, бірақ сіздер депутаттыққа бармай ақ қойыңыздар, өтініш.